Ал енді қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін бізде Жанар Төлеуовна бат туралы барлық шындықты жайып салуға дайын. Жанар Төлеуовна біздің спикер. Ал сәттілік. Так, мен қазір барша адамдардың звугын өшірейін. Жанар Төлеуовна, сіз өзіңіздікін қазір қосып аласыз. Өшірейін, өзіңіздікін қосып ала қойыңыз. Қоса қойыңыз. Жанар Төлеуовна, сіздікі қосылған жоқ. Енді қосылды. Кеш жарық, құрметті серіктестер, құрметті достар, жаңадан келіп жатқан адамдар болса, біздің компанияға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып қалай ойлайсыздар? Бат деген ол лохотрон ба? Көбісі, әсіресе енді медиктарымыз өзіміздің ресми жаңағы медицинада жұмыс істейтіндер, бат деген ол лохотрон деп ат тонын ала қашады, сөйлей бастаған кезде тыңдамай қояды. Ал енді соның бәрін біз егжей тегжейіне дейін жетейік. Бұл не зат ол бат деген? Қазіргі заманда ол керек па? Заманауи нәрсе ма? Жоқ, әшейін шынымен ақ бізге құлағымызға іліп, әшейін ақша алудың жолы ма, ақшамызды қағып алатын? Енді нарықта өкінішке орай әртүрлі жағдай бар. Жаңағы алдайтын да нәрселер бар. Мен мысал қылып айтайын. FDI, Америкадағы FDI деген керемет жаңағы служба бар, қызметін өте мықты атқарады. FDI iHealth платформасын Америкаға кіргізген баттардың бәрін тексерді. Осы қай жылдары ұмытып тұрмын. Сол кезде бәрін тексерген кезде 90% баттардың бәрінің ішінде синтетикалық зат бар. Анау-мынау жаңа қосылған зат бар екенін дәлелдеп тұрып, нарықтарынан шығарып тастады. FDI деген өте керемет. Ақшаға жығылмайды олар, ақшаға көнбейді. Тексерсе бәрін жан шығарып тұрып тексереді. Сөйтіп тазалап алды. Енді қазіргі таңда Америка, Норвегия, Дания, басқа да Швеция, Швейцария, басқа да мемлекеттер, Япония өздеріңіз білесіздер, барлықтары батқа жүгінеді. Барлықтары бат ішеді. Америка протоколдарында бар, рұқсат берілді, жақсы, сапасы жақсы нәрселерді қосыңдар деп. Америка есін жиды. Қазір ол бат деген өте керемет зат екеніне көзі жетті, бірақ өте сапалы талаптары сондай. Сапалы зат кірсін біздің мемлекетке дейді. Мен сізге бір құпияны айтайын. Америкада дәрі шығаратын 2 завод бар. Ол завод тек өздеріне ғана шығарады ол дәріні. Оның сапасы өте керемет. Ал басқа мемлекеттерді, әсіресе СССР-ның бұрынғы мемлекеттерін олар енді төмендеу қып санайды. Оларға үшінші жаңағы кинода бар ғой, рыба не бывает второй свежести дейді ғой. Сондай төменгі сападағы заттарды шығарып береді. Өздері үшін ішкі нарыққа олардың 2 заводтары бар, керемет деген. FDI оны мықты тексереді. Сондықтан өте мықты қазір дамып жатыр о жақ. Ал енді о жақтың бәрі дамып жатыр. Японияны мысалы қылып айтайын. Осы уақытқа дейін бат ішті. Хиросима, Нагасакидан кейін әсіресе япондықтар батқа жығылды. Олар өздерінің аптека жоқ Японияда барсаңыздар. 1-2 аптека тапсаңыздар, Японияға барып келген адамдар бар. Олардікі мүлдем басқа. Ал енді сіздер маған осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Қай мемлекетте адамның өмірі ұзақ өмір сүріп жатыр? Сапалы деңгейде өмір сүріп жатыр? Олар не ішіп жатыр, не жеп жатыр? Неге бізде бат десе ат тонын ала қашады, келе кетеді әуелі, ой, это не помогает дейді, сөйтіп шығарып салады. Ал о жақта неге дамып жатыр? Неге япондықтардың орта есеппен алған кезде өмір сүретін жылдары 97 жыл? Бат ішеді олар. Оларды енді арасында ақымақ ел деп айтамайсың.
Енді олардың да плюс минустары бар, бірақ жалпы орта есеппен қараған кезде өте дарынды жастар көп. Олар қазір батты да қойып, дұрыс тамақтануға кірісті. Екі нені бірге ұстап отыр. Тепе-теңдікті ұстап отыр. Дәріні жаңағы білесіздер, корпорациялар ауырып қалған адамды емдегенге қаншама ақша бөлінеді. Олар кішкентай ғана аралда тұрып жатқан ел бүкіл әлемге жаңағы танымалды. Алдын алғанды жақсы көреді олар. Алдын алған, шаршағанды басатын, жаңағы жүйенің бәрін іске қосып тұратын, ол жүйе істен шықпайтындай қылып алдын алады. Алдын алған тиімді ауру адамды емдегеннен гөрі. Рак деген нәрсені олар жеңді. Европа, Монаконың ол да қалыспай жатыр. Олардікі жаңағы 97-98 жыл. Америка есін жейді деп айтып жатырмын. Америка бүкіл экспериментті жасады. ГМО продукция, оның бәрі жаңағы артта қалды. Енді олар денсаулыққа қатты көңіл бөліп жатыр. Бізде көп сатылатын аптекада дәріханалардағы заттарды олар қазір қолданбайды. Енді менің түрімді қараңыздар. Мен өзім фармфакты бітіргенмін. Осы қалада 2 аптеканың жаңағы қожайыны болғам. Жеке кәсіпкер болғам. 1 аптекам, Құдайға шүкір, Достық плазаның артында тұрған. 1 аптекам Абай Момышұлыда тұрған. Жаман болған жоқпын. Мына жақтағы көк көйлек киіп тұрған жерім 2 аптеканы ұстап тұрған меңгерушісімін. Түрімнен не байқадыңыздар, айтып қойыңыздаршы, жазып қойыңыздаршы. Тек қана дәріге сүйенгем ол кезде. Ол кезде ашкит ағам. Түрім әбіржіп кеткен. Демалыс жоқ. Жүйке тозған. Көзілдірік алдым барып қымбатқа. Ал енді 2021-де 2 аптеканы жауып тастап, тек қана БАД ішкен күйім мынау. Мына көйлек әлі бар, бір күні киіп келем офисқа. Міне. Енді БАД лохотромба. Мен фармфакты бітіргем. Клиническая фармакология деген курстарды, сол экспериментальный курсты бітіргем 83-88 жылы. Бір-ақ рет болды, одан кейін ол курсты алып тастады. Перестройка басталып кетті. Енді жаңағы бізді хим формуланы егжей-тегжейіне дейін жаңағы жеткізіп, әбден профессорлар өте мықты бізге сабақ берді. Одан кейін өзім жаңағы осы аптеканы ұстап жүрген кезде менде аурудың бәрі менде етін. Иттің бәрі менде етін. Гастрит менде, панкреатит менде, холецистит менде, артрит менде. Бүкіл иттің бәрін жинап ағам. Букет. Ал мына жақта ауру адамға ұқсамайым, шаршаған адамға ұқсамайым. Өздеріңіз көздеріңізбен көріп тұрсыздар. Енді бұны қайтып лохотрон деп айтамыз. Ары қарай алайық. Енді бізге ағзамызға мен осыны көп зерттедім, көп іздендім. Көп жаңағы ізденісте болдым. Енді мына формуланы қараңыздар. Мынау біздің химия, өзім жақсы көретін химиям. Міне, бізде формулалар табиғи түрінде, міне көрдіңіз бе, үш бағытта жұмыс істейді. Ол уақыт, пространство дейді ғой, жан жаққа. Өйткені бір линейкада болмайды ғой. Формула деген жан жаққа кетеді. Мынау мен сіздерге талай рет айтқан жасушаның сыртқы қабықтары, міне фосфолипид деген. Сол жерде 1 секундта 5 миллион биохимиялық реакция жүреді деп айтып атқаным осы, міне. Кішкентай анимені сіздерге көрсетіп атыр. Міне, көрдіңіз бе, қандай тоқылып атыр. Мына жерде қазір ары қарай айтқан кезде түсіне отырасыздар. Мына жақта бір шетімен суға еріген затты кіргізеді жасушаның ішіне, аударыладағы екінші шетімен майға еріген заттарды, витаминдерді кіргізеді. Сонда
бір секундта 1 миллион рет ары бері ауысады бір фосфолипид. Көрдіңіздер ма? Осыны сіздерге көрсетейін деп едім, естеріңізге салып. Қандай биохимиялық реакциялар болады? Енді бұл жерге мен сіздерге витаминдердің бүгін толық айтқым кеп тұр. Қандай витаминдер сіздерде қандай жаңағы рөлді атқаратын? Міне мына жерде натуральный синтетика мен витаминнің жаңағы айырмашылығы неде? Натуральный витамин Е-нің 8 түрі бар. 8 түрі бар. Оны микробта, растенияда, жануарларда жасай алады өздерінде. Тек адамзат баласы өзінен витамин шықпайды. Міне 8 түрі. Ал синтетикалық түрде бір ғана түрін біз синтетика жасай аламыз. Табиғатты қайталай алмады. Сонда жаңағы 5 миллион реакция болып атқан кезде, синтетикалық витаминдар түскен кезде кедергі қылады көмектің орнына. Не үшін керек дейді жаңағы изомерлер? Өйткені мына 8 түрі не үшін керек? Біреуі жаңағы іске қосылған кезде екіншісі демалып тұрады. Бізге тек қана бір бағытта істейтін емес қой. Жұмысыңыз атқарып болғаннан кейін кетіп қалу керек, басқа жаққа кету керек, аударылу керек, оң жаққа қарай бұралу керек, оны изомер дейді, сол жаққа қарай бұралу керек, ол жаңағы левовращающий, оң жаққа бұралатын, сол жаққа бұралатын изомерлер дейді, табиғи түрінде. Ал синтетикалық түрі ондай қызметті істей алмайды, өйткені ол бір ғана бағытта жұмыс істейді, бір ғана затын алып алған. Көрдіңіздер ме? Енді сонда витамин Е өте мықты антиоксидант. Ол бидайдың ішінде болады. Сыртқы қабығындағы емес, тура бидайдың ортасындағы майға еріген түрінде витамин Е деген бар. Ол не үшін керек? Ол витамин Е деген. Токоферолды бекер үйтіп айтпайды, оны зародыш дейді. Бала біткен кезде ұрыққа әсер ететін витамин ол. Ұрықты арғарай дамытатын витамин ол. 8 жақтан мәпелеп өсіретін витамин сол тездететін бәрі. 9 модификация бар молекулалық. Сондай антиоксидант мықты. Бізде эйджисераны кішкене алдыға жүгірейін. Құдайға шүкір, жаңағы бидайдың ішінен алынған зат бар. Жаңағы керамиды пшеницы дейді. Сонымен қоса витамин Е-ді сақталып тұрған. Өте керемет түрінде. Енді тағы да бір нәрсені айтайын, құпия. Оны докторлар елемейді, өйткені химияны біз ұқсап оқыған емес. Жаңағы алдыңғы слайдқа ауысыңызшы. Молекулдар бір-бірімен байланысы, жоқ, алдыңғысы жаңағы химияға. Молекулдар бір-бірімен байланысады. Оның байланыстары, мысалы, ары-бері ауысатын водородный связьда болады. Тез ауысады. Оңға, солға бұралады, астыға, үстіге. Оны водородный гибкий связи дейміз. Табиғи. Табиғатта бар. Оңай алып кетеді, өзіне керек молекуланы оңай жаңа қалпына қояды. Оны бара-бара көрсетем сіздерге. Өте оңай ол жаңа ауысып отырады. Тағы да ионный связи деген болады. О жерде енді сәл күрделеу, оны жаңаға ашу бір-бірімен, бірақ сонда да оңай. Водородныйдан қарағанда кішкене олар күштілеу болады, бірақ тағы да оны ажыратуға болады. Молекулдар бір-бірімен байланысқан связьдарды айтып отырмын. Үшінші түрі ковалентный связь дейді. Ол енді өте жостко бір-бірімен, прицеп сияқты бір-біріне байлап тастаған, екі жіппен байлаған, екі арқанмен бір-біріне байлаған сияқты. Біздің ағзамызда ондай жаңағы ковалентный связьді ажырататын ферменттер бар. Ол ақуыздан жасалған ферменттер бар. Оны жаңағы таниды, олар өздерінің жұмысын атқарады, керек кезде барып ажыратып тастайды. Ал танымайтын формула плюс еще жаңағы арқанмен байлап тастаған связь, бір линейка, бір жаңағы ары-бері жылжымайды, қатып қалған дүниені
ауыстыру үшін біздің бауырдың күші кемей қалады кейде. Сондықтан альфа-токоферол ацетат синтетикалық витамин, оның нұсқауында сіздер мұқият оқысаңыздар, ұзақ ішкен адамдардың жаңа кері әсері неше түрлі раққа дейін де апару мүмкін деп жазып қойған. Ешкім жасырып атқан жоқ, бірақ ешкім соның түбіне дейін оқып атқан жоқ көбісі. Бәріне топырақ шашпайын докторлардың, бірақ көбісі осы моментті түсінбейді. Енді синтетикалық витаминді ажырату үшін бауырдың күші көп кетеді. Бауырдың жаңағы жинап қойған бізге керек, мысалы мыс, басқа да микроэлементтерді соған жұмсайды. Сөйтіп бауыр әлсізденіп қалады, соны ажыратам деп сол жаңағы синтетикалық затты бізге танымайтын заттарды ажыратам деп әбден шаршайды. Бауырымыз и так әлсіз көбімізде. Босқа кетеді. 3 рет жаңағы оны бауыр қанға дұрыс тазалаймын деп 3 рет оны тазалайды, ақыры тазай алмайды, ақыры сол майдың ішіне тығып қояды, майдың ішінде жатады. Енді мына әйжесерін алып ішіп атқан адам, менде обострение, менде басым ауырды, менің құсқым келді, мен жаңағы кіші дәретім сондай болды, үлкен дәретім сондай болды, ойбай басым айланды деген адамдарға құлақтарыңызға алтын сырға тығып қойған жан жаққа улы заттарды, өзі жаңағы шығара алмаған заттардың бәрі шыға бастайды. Бауыр күшейе бастайды. Ары бері қан күшейе бастайды. Сөйтіп ар жақ бер жаққа тыққан улы заттар қайда барады? Қанға барады. Қанға барғаннан кейін әрине бас ауырады, жүрек айниды, біресе жаңағы үлкен дәрет, біресе қатып қалады, біресе іш жүреді, кішкене жаңа қалтырауы да мүмкін. Сондықтан болады обострение деген. 2-3 күн шыдап кетсеңіздер, тазаланып шығасыздар. Өте сезімтал біздің жаңағы серіктестерге айтып атқаным осы. Енді ары қарай слайдты ауыстыра беріңіз. Біздің ішімізде негізі бір галактика бар. Міне, витамин Е 1938 жылы осы жаңағы масло зародышей пшенициден 17 жаңағы шала туылған шақалақтарға берген добавка ретінде. 11-і жаңағы кәдімгідей жетіліп кетті. Міне, витамин Е-нің табиғи түріндегі күші осыда. Дамып кетеді, дамытып жібереді, жасушаларын бәрін дамытып жіберетін күші бар. Табиғи түрінде, тағы да айтам, табиғи түрінде, синтетикалық түрде емес. Бұл жасартатын витамин. Жасушаларын бәрін жаңағы жасартып жіберетін витамин осы. Құпияның бәрін ашып атырмын бүгін сіздерге. Келесі слайд. Міне, мынау біздің ішіміздегі логистика. Затты қалай тасымалдайды. Мынау ақуыз белок кинезин деген. Мына жолды әтейі салып отыр. Мынау тасып алып келетқан ол молекула эндорфин. Бізге жаңағы шаттыққа бөлейтін осы молекула эндорфин деген. Ұйқыдан тұрған кезде рахаттанып, өмірге разы болып жаңағы тұратын осы хим молекулаға байланысты. Егерде бала шағаларыңызбен сіздер түнгі сағат 10-да ұйықтамасаңыздар, онда бұл молекула эндорфин деген синтез жасалмайды мүлдем. Тек қана осы 10 мен 11-дің арасында синтез жасалатын молекула бұл. Таңертең ашуланып, өмірге разы болып, ұйқығанбай тұратындарыңыздың себебі осыда. Бұл молекула түнде ғана, осы мезгілде ғана синтез қылады, ми демалған кезде. Таңертеңгісін бірінші жаңағы күн сәулесі көзіңізге түскен кезде жойылып кетеді.
Сондықтан ұйқы дұрыс уақытысында ұйықтау деген өте маңызды. Айтып кетейін. Осыны көрсетсеңіз болады. Міне өстіп, жаңағы тасымалдайды. Енді мына жүріп келе жатқан жолды орнына дейін апарады. Керек емес болса, бір пәсте бұны қиратып тастайды да басқа жаққа жол салады ішімізде. Көрдіңіздер ма? Енді осының бәрін жасайтын қалай ойлайсыздар? Бізге витамин керек па? Минерал керек па? Бұларға жаңағы өстіп жұмыс істейтін. Міне ішіміздегі әдемілікті қараңыздар. Бұл ішіміздегі молекула, бұл гүл емес, фантастик. Міне фантастик. Біздің ішіміздегі 8 изомер деп айтып отқан молекула осындай, түрі осындай өстіп жұмыс істейді. Майы да бар, суы да бар, көрдіңіз бе? Түстері қандай? Біздің ішімізде болып жатқан заттар осындай негізінде. Қарап алыңыздар. Өте фантастика сияқты заттар бізде, зат алмасуы осындай болады. Бұл ішіміздегі дүние болып жатқан. Енді әр биохимиялық реакция аяғына дейін біткен кезде осындай свет береді, осындай түс болады, жарқырап шығады ішіміз. Ал егер де басқа бөгде зат осы жаңағы процеске кедергі болса, бұндай свет ішімізден шықпайды. Шаршайтынымыз сол, ренжитініміз сол, ашуланшық болғанымыз осы. Бір квант свет шығады. Биохимия реакция аяғына дейін жетсе болса, бәрін жаңағы дұрысталса, бір квант осындай свет, осындай молекула шығады ішімізде. Жасушаларда өте риза болады, ары қарай жұмысын атқарады. Витамин, минерал, басқа да зат жетпесе, адам баласы қазір химияның затын көп жеп жатыр, мынандай нәрсе ішімізде бола алмайды. Қап-қара түнек болып қалады. Ары қарай слайдты. Тағы не бар еді бізде? Міне мен айтып жатқан, қайта-қайта айтып жатқан зат осы. Аутоиммунный ауру дейміз да. Міне мына кереметті қараңыздаршы. Видеосы қосылмайды ажарған. Мына видеоны көріп алыңыздаршы. Мен қайта-қайта айтатынымыз, біздің иммунитет белокты танымай қалады. Мына жерде ДНК-да бәрі турасын схеманы берген. Осы схемамен ғана белокты ақуызды жинайсыңдар дейді. Өйткені рибосомадан алып бізге ДНК қайттан жасайды, ұзартады, жасайды. Сонда мына жерде бір қате болмау керек. Бір қате болмау керек. Егер де қате кетсе, оны аппарат Golgi тексереді, жаңағы көк бауырға апарып, дұрыс емес екен қабылдап, көк бауыр запчастыға ыдыратып тастайды. Мына ақуызды бір-бірін тану керек. Қалай таниды? ДНК-да тұр бәрі. Мына жаңағы видеосы көрсетілсе жақсы болар еді. Видео шықпаса енді өкінішке орай. Мына ақуыздар бір-бірімен айқасып, бір-бірін танып, жабысып, қайтадан жаңағы ажырап, сондай болу керек. Егерде бір жерде бактерия ма, стафилококк жеп қойса бір жақ шетін, вирус бір жақ шетін өзгертіп жіберсе, жаңағы сондай болса, онда бұл реакциялар жүрмейді. Ана белок өзінің формуласын өзгертеді. Ол өзгерген формула, біздің иммунитет оны танымағаннан кейін, оны қиратуға кіріседі. Сөйтіп, аутоиммунный деген осы. Осындай өзгерген ішіміздегі заттарға шабуыл жасайды. Біздің өзіміздің солдаттарымыз танымағаннан кейін жау деп ойлайды. Өте маңызды қанның тазалығы бұл жерде. Өте маңызды қанда ешқандай химиялық зат болмауы, танымайтын. Ал біз болсақ адамзат 21 ғасырда ақмақ болғанбыз әбден. Дизи горилла. Дизиде синтетикалық витамин.
Гориллада синтетикалық витамин, ондай арзан бағаға сондай арзан заттарды салады. Таурин, амин қышқылы бірдеңке деп жазған, оның бәрі синтетика. Соны ішкеннен кейін қалай ойлайсыздар, бауыр қанша уақытта отырады? Бауыр кетеді бірінші. Одан кейін жүрек кетеді, одан тамырлар кетеді. Қазіргі нейрохирургтар операция жасаған кезде жастарға 3 сағаттық операцияны 7-8 сағат жасайды. Неге? Тамырларын бір-біріне тіге алмайды. Тамырлары борт үзіліп жатыр. Неге дейсіздер? Витамин жоқ, минерал жоқ, тамырлары өте жіңішке, 3-4-еуге болып ұштанып кеткен, бір-біріне жалғасуы өте қиын. Жастар отырса, құлақтарыңызға алтын сырға. Балаларыңызға іштің бәрін қирататын затты әпермеңіздер деп ойлаймын. Енді осы лекциядан кейін аулақ жүретін шығарсыздар деп ойлаймын. Бір күні ол формуланы да сызып берем сіздерге. Құдай қаласа. Келесі слайдты қоя берсеңіз. Видео көрсетілмейді. Миллионды ауыстыра беріңіз. Видео ойнамаса ауыстыра беріңіз. Мына микроскоптың астында жазылған дүние. Енді біздің өнімге көшейік. Біздің өнім, енді өздеріңіз айтыңыздаршы, антиоксидант, табиғатта. Антиоксидант деген бүкіл витаминдерді күшейтеді. Витаминдерді қорғайды. Витаминдер ұзағырақ жұмыс істесін десе, бізде табиғатта антиоксиданты, флавоноиды, полифенолы, басқалары бәрі бірге болады. Минералдары біз жаңағы табиғаттың затын жеген кезде бәрін бірақ рахаттанып, ләззаттанып жейміз. Ол өте пайдалы дүние негізі. Енді бұрын ондай проблема жоқ етін. Табиғаттан жаңа ит мұрын жинап аламыз, долана жинап алып, соны жейміз, жаңа таудан алма тересін дегендей, жаңағы барып өзің өсірген қиярыңды бәрін жейсің, оның ішіне химикат салмайсың мысалы. Қазір енді мына қалада тұрған адамдарға өте қиын. Гербицид, пестицид, усилитель вкуса деймін, дәмін мықты қылу үшін қайта менен алсын деп, неше түрлі химия затты жаңағы салып тастаған. Бояйтын заттарды салып тастаған. Оның бәрі химиялық зат. Оны ажырату жаңағы мен айтқандай, осындай ішіміз түтін болып қалады. Қайдағы жарық, қайдағы квант, түтінденіп тұрады ішіміз бәрі, түтін болады. Ол түтін болған сайын қышқылдығы өзгереді, о жаққа микроб, бактерия бәрі үймелей бастайды сол жерді, кеміріп жеп атады. Қазіргі заманда айтып атқаным осыны ұғып алыңыздар. Бізге витамин Е керек, витамин группы Б керек бүкіл командасымен. Бөлек B6 керек емес, бөлек B1 керек емес. Бізге бүкіл барлығы керек. Группа Б бәрі керек. Егерде жаңағы осындай аяғына дейін жанбаған дүниелер, оттегі жетіспесе, кислород өстіп жаңағы жанбай қалған дүниелер жинала берсе, онда ішімізге у толып кетеді. Оның бәрін шығару керек. Оның бәрін шығарған кезде бүйрек те қиналады, бауыр да қиналады, бәр жер қиналады. Қайтып шығарады оны, жабысып қалады бір-біріне. Енді мысалы өте маңызды витамин Б-ның ішіндегі бәрі маңызды. B2 витамин керек, ол көзге өте мықты. Қайсысын айтайын? B1 жүйкемізге керек. Полный группа Б барлықтары біздің нервымызды провод сияқты, изоляция сияқты, миелиновая оболочка дейді. Қорғап тұрады нервыны. Нерві ішінде қалады біздің.
Сонда жүйкеміз ой мынаны нервісі мықты екен деп айтқанымыз, группа Б витамині өте жақсы. Сабырлы адам. Дүние төңкеріліп жатса да сабыр сақтап отыратын адамдардың Б витамин группасы өте мықты. В7 деген витамин мысалы H деп айтады кейде. Ол жаңағы инсулиннің қалыптасуына көмектесетін витамин. Ол ағзамызға кемесе, өңкей синтетикамен толтырсақ, онда әрине біздің инсулиніміз қайтып шығады. Ол инсулин шығу үшін цинк керек. Оны ұйқы бесі жинайды өзіне. Ал мынандай жағдайда бәрін расход қылып тастайды дағы, ештеңкеге синтезіне шама жетпей отырады біздің жасуша. Энергиясы да жоқ. Ештеңкені жаңағы ары қарай қабылдай алмайды, өйткені материал да жетпейді. Ал енді біздің өнімді қараңыздар. Біздің өнім 100% табиғи. Бірінші. 100% табиғи деп тұр. Оны сертификаттармен дәлелдеп тұр. Бүкіл сертификатымен. Енді 100% табиғи өнім өзінің міндетін қалай атқарады деп ойлайсыздар? Жаңағы міне хиталиф дейді. Оны зейтүн майынан алады. Зейтүн майын сыққан кезде майын сығып алады. Қабықтары қалады, бірақ ортасында ерекше су, аппақ су бар. Соның ішінде ана зейтүн жаңағы майының жаңағы оливкасы қоректенген су бар. Соның ішінде минералы, суға еритінде, майға еритінде витаминдер соның ішінде бар. Оны гидрокситиразол деп аталады. Ең мықты антиоксидант. Витамин Е да бар, витамин А да бар, бүкіл модификациясы бар. Витамин Е-нің 9 түрлі модификациясы бар, витамин А-ның 8 түрлі модификациясы бар. Жан жақтан көмекке керек. Витаминсіз мына зейтүн майын жаңағы ішіндегі майлы заты өте пайдалы, өте керегі. Олар өзіне витамин жинайды. Біріншіден, оның суы ерекше. Оның судың структурасы ерекше. Мен сіздерге айтайын, жасуша суды просто так ішпейді, қабылдамайды. Жасуша ол біз ішкен суды жасушаның ішіне кіргізу үшін ол суды өзгертеді. Молекуланы өзгертеді. Өте әдемі анандай структурасын өзгертіп, структурированный воданы көріп едіңіз, бір күні көрсетем. Сондай қылады. Өйткені біз қуатты еще судан аламыз, митохондриядан басқа. АТФ-тан басқа ана жақта ферментпен суды жаңағы гидролиз жасап, со жақтан да жаңа қуат аламыз. Ол өте керемет. Бүкіл ішкі жаңағы қабатынан су деген жайылады сөйтіп. Анау нелерге ұқсайды, звездочкаға ұқсайды. Түрлері, неше түрлі болып шығады. Әдемі болып шығады. Сол мына гидрокситиразолдың ішіндегі су сондай. Жасуша оны тез қабылдайды. Оны өзгертудің қажеті жоқ. Оны тез қабылдайды. Өйткені оның ішінде жаңағы керек дүниесін бәрі бар. Оны біліп тұр. Қақпаны ашаттағы кіре қой деп жасуша өзін жыртылған жерін бәрін жаңағы мен көрсеткен сыртқы қабы қандай, солардың бәріне жібереді. Фосфолипид деген өте күрделі нәрсе. Ол өте ақылды нәрсе. Ол жаңағы бриллиант алмас сияқты негізі түрі. Октаэдр. Сондықтан сол қырының бәрі жұмыс істейді. Сол нәрсеге гидрокситиразолдерге әрі қорғайтын дүние болады, антиоксидант, әрі жаңағы витаминін бергіш болады. Міне сертификат, FCI сертификат бар, халал бар, ГМО жоқ деп тұр, GMP бар, NSP бар, Америкаға арналған сертификат бар, ICO деген бар. Бұлардың бәрі оңай сертификат емес. Баптарға бұндай сертификат керек емес деп санайды. Ал мына жерде алып алған. Бір гидрокситиразолдың өзі өте жаңағы керемет дүние. Оны кәдімгідей қабынып тұрған жерді басатын қасиеті, басқа қасиеттерін бәрін зерттеп дәлелдеген. Содан кейін
айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет. Бұл сіздің денсаулығыңызға апаратын, ашатын кілттің бірі. Енді ары қарай тағы не бар? Бұл жерде гидрокситиразолдан басқа. Тағы да 7 түрлі шөптер бар. Міне, мен айтқан бидай. Бидайдың дағы ортасын алған. Дағы ортасында бидайдың тағы витамин Е бар ғой. Оның ішінен тағы бізге өте керекті керамидіден алған. Керамиді деген, церамиді дейді, керамиді дейді. Ол бізге бәрі жерге керек дүние. Ол ең жаңағы коллагеннің синтезіне керек дүние ол. Онсыз коллагенді сіздер тек қана бетімізге емес, әжімді кетіретін емес. Ол керамида біздің көзге керек. Піскен коллаген керек көзді ұстау үшін. Көзді айландырмай бір қалыпты ұстау үшін. Керамида бүкіл жерге керек. Бүкіл жерге. Клиникалық ретінде 15 күнде бетіңіздің терісі қалыптасады деген оны бар. Глютен жоқ, ГМО жоқ, консервант жоқ, ешқандай қоспа жоқ. 100% дейді. Өте мықты фитокерамида бидайдан алынған деп тұр мына жерде. Клиникалық түрде бәрін зерттеген. Бәрін жаңағы алып, мощный деп тұр мына жерде. 2 айдың ішінде жаңағы мықты теріңіз өзгереді. Терімен бірге шаш та өзгереді, терімен бірге тырнақ та өзгереді, тырнақ қатаяды. Онымен бірге ішкі құрылыстарыңыздың бәрі өзгереді. Өйткені бәрін ұстап тұру керек. Ең бірінші жасушаның өзін ұстап тұру керек. Жылжытпай. Оның жаңағы жіптер ғой, коллагеннің жіптер ғой, жасушаны ұстап тұрған. Сырты 2 қабаты май, ал оның ішін не ұстап тұр деп ойлайсыздар? Оны жаңағы коллагеннің жіптері ұстап тұр. Соны жаңағы осы керамида береді. Жасуша нығайса, қалғанын бәрін керемет болады. Енді куркумин. Куркуминді бәрі айтып жатыр, пайдасы зор екенін білесіздер. Куркуминнің пайдасын енді таң атқанша айтсам да, мен сіздерге айта берем, жалықпаймын. Өйткені куркумин деген, куркума деген не бар? Тамаққа қосатын. Индияда өте көп қолданады оны. Біз өте көп қолданбаймыз. Индия не үшін қолданады? Өйткені оларда ыстық ет шыдамайды. Жаңағы құрттап кетеді. Сонымен жаңағы өтті қозғалту үшін олар қосады соны, куркуманы. Оның ішінде куркумин деген зат бар. Куркума приправаны қосқан кезде куркуминнің 2% бізге сіңеді екен. Мына жерде таза куркуминді алып отыр. Мына химиктар өте мықты химиктар болып тұр мен үшін. Өйткені куркуманың ішінен алу қиындау. Сол куркуминді ажыратып отыр. Таза куркумин барады да не істейді? Таза куркумин не істейді? Бізге бірінші бауырды тазалайды. Бауыр таза болса, жаңағы бәр жер таза болады. Тағы да рак, жаман ауру дейміз, онкология дейміз. Раковый клетка әр адамда таңертең тұрдық па 5000-7000 клетка бар бізде. Жынданып кеткен, бағынбаймын деген бунтовщиктер. Соны тауып алып жойып тастау керек. Міне куркумин соны жасайды. Сакураның ішінде енді витамині өте мықты. Бір-біріне жабысып қалмасын деп, сол заттар сакураның ішінде бір-біріне жабысып қалмасын деп соған қызмет етеді. Эритроцит бір-біріне жабысып қалмасын. Олардың плюс пен минусы ауысып кетпесін. Минус плюсқа ауысса, 2 плюс болса, бір-біріне жаңағы 1 плюс 1 минус болса, бір-біріне жабысады да қалады. Сондай заттарды қарап отырады. Антигликация. Содан кейін май қышқылдары. Қанықпаған май қышқылдары. Өте керек. Қанықпаған май қышқылы жаңағы ғана слайдта көрсетілдік. Біздің жасушаның сыртқы қабаты. Сыртқы қабатында қанықпаған май қышқылдары өте қажет.
Бауырға бір барады дағы, бауыр оған фосфор қышқылын қосады дағы, дереу жаңағы жасушаның сыртына жүгіреді ол. Дереу жібереді. Өйткені жасушаның ол біздің граница ғой, шекарамыз ғой. Вирус кірмесін, бактерия кіріп кетпесін деген әңгіме ғой. Ол жақта жаңағы бізге жасушаның ішіне керек затты жасайды. 5 миллион реакция секундына беріп тұр. Бір жерінде біз ойып тастай алмаймыз. Соның істен шыққан жерін бәрін қалпына келіп тұрады, беріп тұрады сондай заттарды. Тағы да қай жер қабынып тұр, сол жерді жаңағы көмектеседі. Қабынатын гистамин подобный жаңағы цитокиновый шторм дейді. Солардың бәрін қалпына келтіреді. Қойыңдар жігіттер, қойыңдар, дұрыс жұмыс істейік деп бәрін біріктіреді. Сөйтіп біз мына жерде не көреміз? Сыртқа біздің бет әлпетіміз күннен күнге жасарып тұр, күннен күнге ағарып тұр, жаңағы нұр шашып тұр баяғы. Осы ажисераны ішкен ханымдарға қарасаң, мырзалардың түрлерінен нұр шашырап тұр. Өйткені іштің бәрі жарқырап тұр. Біздің ішіміз жарқыраса, ол сыртқа көрсетеді. Сырттың белгісі. Ана қара дақтар кетеді. Көрдіңіз ба? Коллаген, ылғал, ағарту, жасарту. Одан артық не керек бізге? Тағы не бар бізде? Тағы да мынаның ішінде. Айтып жеткізе алмайсың. Сакурадан кейін. Гимнема сильвестр, пожалуйста. Гимнема сильвестр деген жаңағы тәттіге құмарлықты. Кола ішетін, ойбай мынаны дәм ішеді, тіпті екі қабаттар еркелейді, дизисіз өмір сүре алмаймын деп бір дизи құшықтап жүр. Біздің Алматыда шапқылап екі қабат әйелдер. Ол енді білмеймін. Ол надандықтың белгісі. Надандықтың квадрат түріндегі белгісі. Тіпті куб түріндегі надандық ол. Іштегі баланы ойласаңдаршы, өздерің нәпсілеріңді ғана іштегі бала сонда тұншығып жатыр, синтетикалық заттарды беріп жатыр, тықпалап жатыр. Іштегі балаға витамин барып жатыр ма? Ол жақ өсіп жатыр ғой. B7-сіз жаңағы B9-сіз, витамин B9, фолаттар, фолий қышқылсыз, оның миы дамымайды. Оның жаңа қаны жүрмейді. Басқа витаминдер бар, жүйке тамырын не істейміз? Витамин А бармаса көзі қалай болады? Миы өсіп жатыр, оның қалыптасып жатыр. Мына горилла мен дизиларың не? Екі қабат кездесіп жатқан. Не болса соны? Сол надандықты жояйық. Нәпсіні жеңейік. Сонда міне, диабетпен туылып жатыр балалар. Туыла салып диабет. 1 жаста диабет балалар. Қайтып жының ұстамайды. Тағы кім кінәлі? Жан-жақтың бәрі кінәлі. Босануға барса, ана жері іркілдеп тұр, бала шығатын жер. Жыртылып жатыр. Бала дүниеге сау болмай келіп жатыр. Кім кінәлі? Ана жынды доктор кінәлі. Түп білмейді. Не іштің, не жедің, не ойладың екі қабат кезіңде. Дүниеге қандай жаңа бала әкелем деп ойларыңыз бар. Енді тәттіге әуестікті тоқтатады. Мына шөп қантты, қанның ішіндегі қантты азайтады, нормаға келтіреді. Холестеринді, қанды майландырмайды. Триглицеридті де қалпына келтіреді. Сондықтан бізде жүрек ауыратын адамдарға өте маңызды бұл, жүрек тамырлары. Инсулиннің шығуына себепкер. Қабынатын жерлердің бәрін басады. Сөйтеттегі артық салмақты да жаңағы алып тастайды бізден. Арықтайды адамдар, өзін қалпына келеді. Салмақ тастайды. Өте жақсы. Қанды қалпына келтіреді, қалыптастырады қанның құрамын. Тағы да витаминдерін, мына көкшөптің ішінде витамин В деген осының ішінде болады негізінде. Көкшөпте болады. Енді гранатты анемия, тағы да противоопухолевый
қай жерде қатер ісіктер болса соған күреседі. Гранат деген өте керемет дүние ғой. Бәр жерге керек дүние гранат деген. Гранаттың пайдасы өте көп. Тіпті жаңағы жаман ауру рак груди дейді, кеудесінде ісік қатер болса, артрит, бедеулік, содан кейін жаңа ер адамдардың күшінен айырылған кезде ер азаматтардың соған да жаңағы көмектеседі. Өте енді керемет, өте керемет. Өйткені пунический қышқылы бар. Пунигликаны деген бар бұның ішінде. Өте керемет заттар бар бұның ішінде. Басқа бұны теңестіру де қиын. Басқа заттармен. Гранат бұрыннан бері білесіздер. Өз түрінде тұр ғой. Тұқымына қарасаңыздар. Ер адамдарға өте керемет дүние. Гранат беру керек. Мына жерде гранаттың ең маңыздысы, ең керегі жаңа концентрат түрінде бәрін жинап, жасуша қабылдайтындай қылып беріп тұр. Жасуша алатындай қылып беріп тұр. Көрдіңіздер бе? Молекула үлкен болса, жасушаның ішіне кіре алмайды. Бұл жерде молекулалар нанотехнология. Тездетіп, тікелей жасуша есігін ашып, қақпасын ашып, қабылдап алатын түрде тұр. Енді мына жерде бәріміз білетін бүлдіргендер, таңқурай, сиыр бүлдіргендер деп айтады көбісі, бужина дейді, ананы черника дейді. Бәрінің ішінде өте керемет заттар бар бізге керек. Витаминнің бәрі, антиоксиданттың бәрі, көзге керек витаминнің бәрі осының ішінде тұр. Осыны тілдің астына күніне бір-ақ рет тепкен адам қаншалықты денсаулығы мықты болады. Осы біздің бүгінгі сабағымыз. Мен айтайын дегенім бәрі осы. Қалай ойлайсыздар? Осындай затты, осындай керемет 8 түрлі, 8 қырлы затты біз қабылдасақ, қалай болады? Мына кісі Дадали профессор. Бұл кісі фармфакты бітірген. Жасы 90-нан асты. Бірде-бір дәрумен, аптечный затты мен ішпеймін, өйткені мен химикпін дейді. Осы уақытқа дейін бір зат аптекадан алып ішкен жоқпын дейді. Дәріге сүйенгендерің өте қате дейді. Өзімде дәрі жасап шығарғанмын дейді. Раунатин деген дәріні шығарған менмін дейді, синтез жасап. Бірақ сіздерге де айтамын, бұл жерде 80 ғой, қазір одан да асып кетті. Сіздің денеңіз көтермейді дейді. Бауырға зақым келеді, бүйрекке зақым келеді, бүкіл жүйелеріңізге зақымдалады. Сондықтан ешқандай дәріден аулақ жүріңіз дейді. Сіздердің ой пікірлеріңізбен енді бөліссеңіздер. Мен айтып болдым бәрін. Так, қазір мен записьті тоқтатайын.